Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайктағы подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. 1 наурыздан бастап мемлекеттік қызметке жаңа іріктеу жүйесі іске қосылады. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеу өткізуге дайындық жұмыстары басталды. Президент мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаевты қабылдады деп хабарлайды Халық үні тілшісі. Мемлекет басшысына агенттіктің былтыр атқарған жұмыстары мен оның тапсырмаларының орындалу барысы жөнінде есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған жоспары туралы баяндалды. Президентке мемлекеттік қызметке кіру ісіндегі артық кедергілерді жою, одан шығу тәртібін жеңілдету үшін жүргізілген жұмыстар туралы мәлімет берілді. Дархан Жазықбаевтың айтуынша, мемлекеттік қызметке іріктеу және қабылдау процесін толық цифрландыру мақсатында е-қызмет жүйесі жаңғыртылды және оның базасында биыл 1 наурыздан бастап жаңа іріктеу жүйесі пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.